Саламатсыздар ма көрермендерім, қалай қанды қоқыстан тазартуға болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен пайдалы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Аурудың көбі қанның ластануынан пайда болады, яғни дұрыс тамақтанбаған кезде түрлі аурулармен ауырғанда қан құрамы бұзылады да, адам аурудан көз ашпай қалады. Сондықтан ауырғыңыз келмесе, қан құрамының таза болуына мән бергеніңіз дұрыс. Грек жаңғағын көбірек жеп, жеміс шырындарын көп тұтыныңыз. Әсіресе аққайың шырыны өте пайдалы. Екіншіден, дастарханыңыздан теңіз капустасы, қалақай, көкпияз, аскөк, сәбіз, қарақат және асқабақ үзілмесін. Бұлардың бәрінің де құрамында қанға қажетті витаминдер мен минералдар жеткілікті. Үшіншіден, төменде келтірілген рецепттердің бірін таңдап, оны ұдайы пайдаланып жүрсеңіз, қаныңыз тазарып, ауру жоламайды. Итмұрын жемісінің 20 граммына 1 стақан су құйып, баяу отта 10 минут қайнатыңыз. Оны күніне 2 рет жарты стаканнан ішіп жүру керек. 1 стакан қайнаған суға 10 грамм жүгерінің шашағын салып, 10 минуттан кейін сүзіп алу керек. Оны күніне 1 ас қасықтан 3 рет ішеді. Осылайша 3 апта үзбей ішіп жүресіз де, 10 күн демалып қайталайсыз. 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық бақбақтың тамыры мен шөбін салып, 1 сағат тұндырып қоясыз. Содан соң сүзіп, күніне жарты стаканнан тамақтан жарты сағат бұрын ішесіз. Осылайша қанды қоқыстан тазартуға болады. Егер қандай да бір өсімдікке аллергияңыз болса, алдымен емдеуші дәрігеріңізбен ақылдасып алыңыз. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.